Бесікті неге нағашылары әкеледі? Дүние есігін ашқан сәби осы әулеттің ұрпағы емес пе? Неге оның алтын ұясын, киелі мекенін дайындау нағашыларына жүктеледі? Сәби дүниеге келгенде жарияға жар салып сүйінші сұраймыз. 40 күн өткен соң бесік той жасаймыз деп тағы шабыламыз. Бірақ бесік тойдағы шығынның бәрін нағашы жұрты көтереді. Бесікті жабумен, төсегімен, шашуымен, тышмасымен нағашы әжесі әкеледі. Одан бөлік велосипед, ат-кеншек, бесік арбасты тағы бар. Екінші бір сөмкеде сәбидің 7 жасқа келгенше киетін киімі болса, үшінші сөмкеде құда-құдағиларға арналған сый-сияпат болады. Әрине соңғылары кейін қосылған үрдіс. Ал ұрпағының саны өсіп, немерелердің қатары бір адамға толыққан ата-әже аста-төк дастархан жайып, ел жұртты, ағайын туманы, құда жекжатты тойға шақырады. Сосын әлі буыны қатпаған сәбиге салтанатты киім кигізеді де қолдан қолға өткізіп, бесікке салу рәсімін бастайды. Бесік тойда жасалатын әрбір ырым мен салтты тарқатып жазсаң бір-бір тақырып болады. Жалпы бесікке салу дәстүрін осылай жасау дұрыс па? Асылында бесік деген ұғым қайдан шыққан? Бесіктің балаға деген пайдасы мен зияны қандай? Осы және басқа да мәліметтерді дәстүр жайында кітаптар мен ғаламтордан іздеп көрген едік. Бесікті кім дайындауы тиіс? Бесік киелі мүлік. Бесікпен сенің ұрпағың, әулетің өседі. Біздің қазақта бесік әкелу деген салт бар. Сәбилі болып жатқан қызының нәрестесіне бесік әкелу қыз төркіннің, жас ананың анасының, яғни нағашы әжесінің парызы. Қазірдің өзінде бесік әкеліп жатқан, тіпті болмағанда баланың арнайы төсегі, арбасы, үстелі дегендей балаға қажет жабдықты әкеліп жатқан аналар баршылық. Бұл бір жағынан құда жекжат арасындағы үлкен сыйластық. Бие құлындамаса ат болады, ағайын туыс алыс беріспесе жат болады дегендей, бұл екі жаққа дәнекер ғана. Әйтпесе ешкім алғаннан бай, бергеннен кедей болмайды. Бесік әкелу құда-құдағи арасындағы көңіл сыйлау болса, екіншіден жас босанған келіннің көңілі көтеріліп, сағынышы басылады. Әрі енесіне айталмаған анасымен бөліседі, көңілі өседі. Бесік әкелудің өзі керемет бір сән салтанат десек те болады. Келіннің төркіні іздеушісі, сұраушысы бар екен дегізіп, бір топ болып келетін болған, және де жай келмейіп, баланың бесік жабдығын түгелімен түбек шүмегіне дейін жасап әкелген. Бесіктің жабдықтарын барынша әдемілеп жасаған. Түбегі мен шүмегінен басқа қолтық жастық, тізе жастық дегені болады, және олар ешқашан сүреңсіз сұр түсті маталардан тігілмеген. Кішкентай көрпешелер де мүмкіндігінше ашық түсті маталардан тігіледі. Бесіктің басына үкі тағады, өйткені бала әсемдікке, әдемілікке жатқан кезінен бастап үйренуі керек дейді салт дәстүрді насихаттап, дұрыс-бұрыстығын насихаттап жүрген Зейнеп Ахметова. Бесіктің сәбиге пайдасы: біріншіден, қол аяғын ермеңдетіп бос жатқан сәбидің ұйқысы тыныш болмайды, ұйқысы қанбаған баланың зердесі толық жетілмейді. Екіншіден, баланың мазасыздығы ананың психологиясына әсер етеді. Мұндай жайсыздық сүт арқылы сәбиге беріледі. Сондықтан бесікке жатпаған бала болашақта сабырсыздау болады. Үшіншіден, сәбидің тұла бойы таза болып, тазалыққа бойы үйренеді. Денесіне дымқыл, сыз дарымайды, құрғақ болады. Сырттан келетін кері энергия мен шаң тозаңнан сақтайды. Төртіншіден, бесік белгілі бір ырғақпен тербетілгендіктен баланың жүйкесі бір жүйе тәртіпке түседі. Бесіншіден, бесіктегі балаға бесік жыры ана әлдейі айтылады. Өнегемен, тәрбиемен өрілген өлең жолдары сәбидің бойына көркем мінез, ұлттық қасиет, жомарттық пен жанашырлық сынды жақсы қасиеттерді дарытады. Бесік қалай пайда болды? Ұлттың ұясы, қазақы тәлім тәрбиенің қайнар көзі, бабамыздың қалған киелі мүлік болып танылған бесіктің пайда болуы өте ертеде екен. Аңызға сүйінсек, ең алғашқы бесік Жетісу мен Алтайдың бойын мекендеген Айдархан бидің кезінде пайда болған деседі. Айдархан бидің әкесі төңірекке белгілі Мизан баба қазақ даласына ағаш отырғызу мен орманды көбейтумен айналысса керек. Елге сыйлы Мизан баба 150 жыл өмір сүріпті. Өзі сүрген ғұмырында еккен көшет талдардан үлкен бау-бақша өсіп шығыпты. Мизан бабаның о дүниеге сапар шеккеннен хабардар болған қытайлар Бақилық бабаның еңбегін көре алмаушылықпен өртеп жіберіпті. Сол уақытта Мизан бабаның баласы Айдархан би
алыс ауылға сапар шегіп кеткен екен. Үй түсінде әкесін көреді. Лезде бір сұмдықты болған сезген ол үйге қарай аттың басын бұрады. Ауылға асығыс жетіп, Ну орманның орнында шөл далаға айналған ауылын көріп қатты қапаланады. Бірақ жылдар өте береді. Айдархан би үйленіп, тұңғышы туылады. Бірақ туыла сап, сәби тоқтамай жылай береді. Оған шартарапқа аты шыққан емшілер де көмектесе алмайды. Күндердің күнінде тынымсыз жылайтын бала жылауын тоқтатады. Әкесі қуанып кетіп жүгіріп үйге кірсе, оны ақ шапан киген бір қария өрттен аман қалған сынық бұтақтарға жатқызып, сәбиді тербетіп отырады. Айдархан би жақын келгенде ақсақал ғайып болады. Оның орнында қалған ағаш бұтағы мен Айдархан қазіргі бесік деп айтылып жүрген бұйымды жасайды. Бесікке бөленген баланың ұйқысы тыныш, төсегі жайлы болады. Бір ырғақпен тербелген бесік баланың денсаулығының мықты болуына, миының дамуына, қол аяғының дұрыс жетілуіне, тіпті тәлім тәрбие мен мінез құлқына керемет әсер етеді. Бесік баласы, бек баласы деп бекер айтылмаған. Бесік жас нәрестенің салмақты да ұстамды болып өсуіне ықпал етеді.